дамуы туралы сіздермен бірнеше мифтарды талқылайтын боламыз. Бірінші миф. Ұлдар қыздарға қарағанда жайырақ сөйлеп бастайды. Бұл қалыпты жағдай. Шындық. Ұлдар мен қыздарды салыстырғанда, ұлдарда шамалы сөйлеу тілінде кідірісі болғанымен, айтарлықтай кідірістің болуы маманға жүгінудің басты себебі. Баланың жынысы сөйлеудің дамуына әсер ететін негізгі фактордың бірі емес. Екінші миф. Ол жай ғана жалқау, қалаған кезде сөйлейді. Ал шындығына келгенде, сөйлеудің кешігуі жалқаулықпен сирек байланысты. Ол әртүрлі себептерден туындауы мүмкін. Даму проблемалары, есту, неврологиялық факторлар және тағы да басқалары. Мұндай кідірістерді елемеу мәселені нашарлатуы мүмкін. Үшінші миф. Балалар қаншалықты теледидарды көп көретін болса, соншалықты сөйлеу тілі тез дамитын болады. Шындық. Гаджеттер, теледидарлар немесе телефон бұл балалардың белсенді сөйлеу тілінің дамуына ықпал етпейді. Сөйлеуді қалыптастыру үшін ата-аналармен шынайы қарым-қатынас қажет. Онда олар қарым-қатынас арқылы үйренетін болады. Төртінші миф. Егер балалар 3 жасында сөйлеп бастамаса, бұл патология. Шындық. Әдетте балалар 3 жасқа дейін сөйлеп бастайды.